Assalamu alaikum, ulu babam. Vaqt деген өлшеусіз бұл бір сараң. Тоғысып тоғыз жолдың торабынан сәлем беріп кетуге келді балаң. Біз саған қарыздармыз көп сыбағаң, деп іздеп келген ұлың топшылаған. Рухың бізді демей жебей берсін, атыңнан айналайын оқшы бабам. Деп Мәшекең өлең шығарып берді. Жалпы Мәшекеңнің кітаптарын өлең жұмақтарымен жаза берген ғой барлығы. Тамаша, тамаша. Оқшата бабамызға арнап өлең шығарып, Оқшата бабамыз. Алла разы болсын сізге балам. Қатты құрметтеген екен да. Дадан бұл кісінің енді несі өте күшті. Мәшекең енді жүргенде көп әулиелерді, көп зиярат жасап жүрген ғой. Сосын соның бәрін кітапқа жаза берген. Жинақтай берген, жаза берген, халықтың аузындағы аңыз әңгімелер, неше түрлі батырлар жыры бар ғой. Соның бәрін жазып жинақтаған кісі ғой. Әйтпесе мысалы Бұхар жырау дейміз. Бұхар жырауды танытқан осы Мәшһүр Жүсіп бабамыз. Егер де Мәшһүр Жүсіп бабамыз Бұхар жыраудың бүткіл өлеңдерін жинамаса, бұл кезде Бұхар жырау деп білеміз, бірақ өлең шумақтары қалмас еді. Халықтың аузында жүрген өлең шумақтарының бәрін қағазға түсірген Мәшекең. Бұхар жырау еткен, бұл айтқанда бүткіл жазған Мәшһүр Жүсіп бабамыз. Егер Мәшһүр Жүсіп бабамыз айтпағанда кейінгі ұрпақ ұмытып кетер еді. Өйткені ол заманның адамдары құйма құлақ. Бір-ақ рет айтады өлең бітті. Осы рет айтқан бәрі зітті болады. Қазақ құйма құлақ деп қойды ондай. Бір-ақ рет айтады бітті. Ауыздан ауызға біз енді ақпа құлақпыз. Ал ертең ол кейін Мәшекең сезді. Тыңдар құлақтың азайып баратқанын, есті құлақтың азайып баратқанын. Өз Мәшекең кітабында жазады ғой. Есті құлақ қалмады бұл заманда деп келеді ғой. Есті құлақ қалмады бұл заманда дегені енді еститін құлақ жоқ деген сөз ғой. Енді соның бәрін кітапқа жаза берген ғой. 20 томдық кітабында соның бәрін жаза берген. Қазақтың бүткіл салт дәстүрі, батырлар, әулиелер жайында, жер су аттарын керемет жаза берген. Осы керемет. Барлығын жазып қалдырған жарық. Мәшһүр Жүсіп бабамыз. Алла разы болсын балам саған. Шүзір. Көп жасағаннан емес, көп білгеннен сұра деген осы болады. Көп жүргеннен, жасың 20 шақ жасты екен.